Қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары өсіп жатыр ма? 2025 жылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жинақтар 3,18 триллион теңгеге жетті. Жалпы сома 13,9%-ға өсіп 25,97 триллион теңгеге жетті. Мемлекеттік зейнетақыдан басқа қазақстандықтар өз жинақтарына зейнетақы төлемдерін ала алады. Бұл жинақтар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында сақталады. Сонымен зейнетақы жинақтары көбейіп жатыр ма? Қордың мәліметтері бойынша 2025 жылы қазақстандық жинақтар өткен жылмен салыстырғанда 3,18 триллион теңгеге өсіп 25,97 триллион теңгеге жетті. Бұл сомаға мына жинақтар кіреді. Міндетті зейнетақы жарналары 24,48 триллион теңге. Жыл ішінде ол 11,9%-ға өсім көрсетті. Міндетті кәсіби зейнетақы жарналарынан 726,58 миллиард теңге 11,1%-ға өсім көрсетті. Ерікті зейнетақы жарналардан 9,73 миллиард теңге болды. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары арқылы 760,15 миллиард теңге жиналды. Жалпы алғанда 2026 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында 18,24 миллион зейнетақы шоттары ашылды. Оның 12,72 миллионы жеке және 5,51 миллионы шартты түрде болды. 2025 жылдың ішінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры шамамен 2,1 триллион теңгеге төлемдер жасады. Тұрғын үй және медициналық көмекке бір жолғы төлемдер шамамен 1,3 триллион теңге, жасына байланысты төлемдер. Ай сайынғы зейнетақы 254,13 миллиард теңге, мұрагерлік төлемдер 58,15 миллиард теңге. Қазақстаннан тұрақты тұруға кетуге байланысты төлемдер 43,75 миллиард теңге, мүгедектерге төлемдер 3,1 миллиард теңге, жерлеу төлемдеріне 10,46 миллиард теңге, сақтандыру компанияларына аударымдар 426,89 миллиард теңге. Қарттық төлемдерге, яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ай сайынғы зейнетақыларға келетін болсақ, олардың 2025 жылы орташа сомасы 35,970 теңгеге жетті. Өткен жылдың басындағы ең жоғарғы сома 1 триллион теңгеге жеткен болатын. Еске сала кетейік, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы тыныш, зейнетақы бос тұрмайды. Яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнақтары бос тұрмайды. Олар үнемі табыс әкелетін әртүрлі қаржы құралдарына инвестицияланады. Біз менеджерлердің инвестициялық көрсеткіштері туралы осында хабарладық. Сондай-ақ 2026 жылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлемдер сомасының өскенін атап өткен жөн. Бұл туралы біздің алдағы материалдарда толық айтылатын болады. Сонымен қатар биылдан бастап қордан төленетін барлық дерлік төлемдер бойынша жеке табыс салығы алынып тасталды. Дегенмен ерекшеліктер бар. Яғни енді осы қордан төленетін барлық төлемдер бойынша жеке табыс салығы алдағы уақытта алынбайтын болады. Сонымен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында ақша әрдайым инвестицияға салынып тұрады. Яғни әр ай сайын көлемі көбейіп отырады.